Papa Carlo'nun orduна әрине Jürgen Klopp келетін болды. Ал Trent Alexander-Arnold Liverpool'дан Real Madrid'қа ауысады осы қыста. Ал Kylian Mbappe болса, бапкерлерге көңілі толмайтынын жеткізген болатын. Осы және осыған ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп әрине лайк басып бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Ал енді Папа Карло туралы сөз кетейікші. Осы Папа Карло білеміз ойындары қуып жатыр және Реал Мадридқа өзінің сөзі өтпей жатыр ма бірдеңе болып жатыр. Барселонадан 0-4 есепімен қадалды. Миландан да жеңіліп қалды. Жалпы айтқанда Сантьяго Бернабеуде 2 рет жеңілгені бар. Осы Папа Карло. Оның орнына қазір уақытта Хаби Алонсо келеді деген ақпараттарда көп. Хаби Алонсодан басқа тағы да бір варианттар бар әрине. Рауль енді менің ойымша осы Реал Мадридті баптауға ерте сияқты ма білмедім. Хаби Алонсоның болса әрине қазір уақытта тактикасы жақсы. Карло Анчелоттиге қарағанда не дегенменен жаңа заманның бапкері. Одан басқа әрине Карло Анчелоттиның орнына Зидан, Мауриньо және осы Хаби Алонсо келеді деген ақпараттар да бар. Менің ойымша осы Хаби Алонсо келеді-ау деп жатқан кезде мына жақтан тағы да бір бапкерлердің варианттары шығып жатыр. Реал Мадрид клубы негізінде Хаби Алонсоға ұсыныс тастаған екен. Осы қыста жаңа жылда 2025 жыл біздің команданы келіп бапта деп. Ал Хаби Алонсо болса әрине жоқ, мен Байерда қаламын. Осы маусымның соңынан кейін маған келіңдер, содан кейін сөйлесеміз деп жатыр екен. Бұл жерде енді мен Хаби Алонсоның түсімен Реал Мадридте клуб шақырып жатқанда одан енді отказ бергені қалай? Осы маусымдағы Хаби Алонсоның басшылығындағы Байер алдыңғы маусымдағыдай емес. Бұрындары жеңіліп жатып камбэк істесе, қазір уақытта жеңіп тұрып, гол өткізіп, тең ойында ұстап жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Негізінде Хаби Алонсоны Реал Мадрид алған дұрыс па, дұрыс емес па? Әрине өз ойларыңызды комментарияға жазуларыңызға болады. Осы жақты енді Хаби Алонсоны таппай келісе алмай жатқанда, мына жақтан енді әрине Jürgen Klopp шықты. Ливерпульдің басшылықтары Jürgen Kloppты жіберіп қойған болатын алдыңғы маусымда. Енді осы Реал Мадридқа келуі мүмкін Jürgen Klopp. Jürgen Klopp Хаби Алонсодан мықты болса мықты шығар, нашар емес. Оны да біліп жатыр Реал Мадридтің басшылықтары да. Егер Реал Мадридтің бас бапкері Jürgen Klopp болатын болса, Эль Классикода неміс бапкерлердің қақтығысы болатыны анық. Барселонадағы Ханс Дитер Флик. Ал Мадридтің бапкері әрине Jürgen Klopp болатыны анық деп ойлаймын. Сіздерді енді комментарияда өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі жаңалығымызға өтсек. Jürgen Klopp дедік, Real Madrid дедік, Ливерпуль дедік, енді соларды байланыстырып тұрған әрине Trent Alexander-Arnold туралы сөйлесе кетсек. Trent Alexander-Arnoldты Real Madrid осы қыста сатып алғысы келеді. Әрине Дани Карвахальдың жарақатынан кейін білеміз, Лукас Васкес жақсы өнер көрсете алмай, Real Madridтің оң жақтағы қорғанысы нашарлап жатыр. Реал Мадрид басшылығы Ливерпульға бір 60 миллион евро ұсынған екен, осы қыста Трентті сатып алайық деп. Ал Ливерпуль клубы болса, біз сенеле Трент Александр-Арнольдті береміз, үстіне 10 миллион қосамыз да, Чуамениді бізде беріңдер деп жатыр. Сол жақты енді осы Реал Мадрид пен Ливерпуль арасындағы келісім шартта қазіргі уақытта жүріп жатыр. Чуаменидің қазір уақыттағы трансфермаркет порталындағы құны 90 миллион евро, ал Трент Александр-Арнольдтың ақшасы болса 60 миллион евро. Бір Ливерпуль бір 20 миллиондай қосатын болса әрине Чуамениді алып алатыны анық шығар. Реал Мадридта білеміз, Чуамени кеткеннен орнын басылатын Камавинга бар. Ал Трент Александр-Арнольд кеткеннен Ливерпульда оның орнын кім басылады? Сол да маған қызық болып жатыр. Менің ойымша Трент Александрға ақылым тезде Реал Мадридқа ауысқаны жөн деп айталамын. Ал енді келесі жаңалығымызға өтсек. Ал енді кезегіміз Дешамға келді. Дешам не істеп жатыр? Франция ұлттық құрамасынан қуылайын деп жатыр. Не істейміз енді Дешамды? Қазіргі уақытта Франция ұлттық құрамасының ойыншылары да, басшылықтары да ұнатпай жатыр екен. Бір 3-4 жыл бұрын осы Дешам мықты болатын. 2018 жыл әлем чемпионатын жеңіп алды, 2022 жыл әлем чемпионатын финалда дейін жетті. Және соңғы осы Еврода болса өзінің мықтылығын көрсете алмай жатыр осы Дешам көкеміз. Дешамға бір ұнамай жатқан әрине ойыншылардың ойын, неге десеңіздер, әркім өзі үшін ойнайды және бәрі жұлдыз және мен тыңдамайды деп жатыр осы Дешам. Бір жағынан да қазіргі уақытта дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі уақытта енді Франция ұлттық құрамасында мықтылар жиналған. Сіздер білет деген ойдамын, осы екі ойын бойы Дешам әрине Kylian Mbappені шақырмай жатыр ойындарға және әрине осы Франция ұлттық құрамасының капитанын ауыстырғысы келеді. Оған енді Kylian Mbappe ашулы екен. Осы тасбақа Мбаппе енді Франция ұлттық құрамасына ультиматум қойған екен. Егер Дешам кетпейтін болса, мен де бармаймын. Дешам қашан кетеді, сол тезде барамын деп жатыр. Бұл да енді өзінше қазіргі уақытта.
Bilemiz soңғы кездері Kylian Mbappe'nin Real Madrid'dagi oyunlarda жақсы емес, сол себепті енді Дешам көкеміз Kylian'ды шақырмай жүрма деп ойлап қоямын. Осы Kylian'ды ертерек капитан қылып қоймады ма? Оның орнына мысалға Griezmann, Giroud да бар еді. Осы Griezmann Kylian Mbappe капитан болған үшін ұлттық құраманы тастап кеткен болатын. Франциясымен енді Mbappе'сімен біз енді келесі жаңалығымызға өтсек. Ал енді пазоры болған Тоттенхэм туралы айта кетсек, Тоттенхэм клубы білеміз қазіргі уақытта Еуропа лигасында 4 ойында 9 ұпай жинады. 3 ойын бойы жеңіп келіп, 4-ші ойынға әрине Галатасарайға қадалып қалды. Бұл ойын негізінде Тоттенхэм үшін өте ауыр ойындардың бірі болды. Реал Мадридқа, Манчестер Ситиге, Ливерпульға немесе Барселонаға қарсы өнер көрсеткенде қиналып өнер көрсетті. Ал Галатасарай клубы не істеді? Өздерінің алаңында ағылшын клубтарының бірі Тоттенхэмді жеп тастады десек те болар. Есеп 3-2. Ойындарда өте керемет осы Галатасарайдың. Тоттенхэмнің бас бапкері Постекоглу болса тактика қоя алмай жатыр, және Сон Хин-минді де алдыңғы ойындарда көргеніміз жоқ. Тоттенхэмнің бас бапкері Постекоглу мықты және алдыңғы ойындарда жеңіп жүрді дедік. Бірақ әрине Галатасарайға қарсы өнер көрсете алмады. Тоттенхэм сапынан ең жақсы өнер көрсеткен Ланкшер деп ойлаймын. Бұл ойыншы жас ойыншы, бірақ өте керемет, перспективасы да мықты деп айта аламын. Осы ойында Тоттенхэм жеңілген болса да, Ланкшерде біраз ойыншылар қызыққан болатын. Ланкшерде мықты және мінезді ойыншы екенін кешегі ойында көрсетіп қойды. Бірақ Асимхенде сөз жоқ. Асимхен болса кешегі ойында дубль жасады. Ал Икарди болса бір маусымға жарақат алған болатын. Асимхен енді осы қысқы трансфер терезесінде немесе осы келе жатқан жазда топ клубқа барады деген ойдамын. Челси клубы алса да өкінбейтін шығар осы Виктор Асимхенді. Виктор Асимхен осы маусымда 10 ойынға қатысып 8 гол және 3 нәтижелі пас берген екен. Ал Тоттенхэм клубының енді сәттілік тілеп қаламыз. Ал Галатасарай осы маусымда біраз жерге барады деген ойдамын. Ал енді келесі жаңалығымызды өтейік. АПЛ-дың бір клубы, ортаңғы клубтардың бірі Вест Хэм Юнайтед туралы сөйлесе кетсек, Вест Хэм Юнайтедтің қазіргі уақыттағы бапкері Лопатеги. Лопатегиге қазіргі уақытта Вест Хэмнің басшылары көңілі толмайтын ашық түрде жеткізуде. Лопатегиді білеміз, Испания ұлттық құрамасын баптаған және Реал Мадридті баптаған. Вулверхэмптонда жақсы өнер көрсеткен. Бірақ әрине осы Вест Хэмге келіп ойындары сүреңсіз болып жатыр. Енді ақпараттар шығып жатыр, осы Лопатегиге тағы бір мүмкіндік береді екен. АПЛ-дың бір қиын ойындарының бірі Эвертонға қарсы ойында егер Лопатеги тең ойнап немесе жеңілетін болса, осы Вест Хэм Юнайтед бұны жұмысынан қуылатын анық түрде жеткізіп жатыр екен. Вест Хэм клубы да қазіргі уақытта осы Лопатегидің орнына біраз бапкерлерді қарауда. Мысалға Грэм Поттер. Грэм Поттер не істеді? Челсиде біраз жақсы өнер көрсетті. Бұған мүмкіндік бермей Челси клубы осы Грэм Поттерді клуб жіберген болатын. Вест Хэмге келсе бір дұрыс болады деп ойлап жатырмын. Ортаңғы клубта біраз опыт жинайтыны анық шығар. Вест Хэм клубында қазір ақшалай қиыншылықтар болып жатыр. Тек қана осы Челсидің бұрынғы бапкері Грэм Поттерге ғана қызықпай, тағы да бір Челсидің аңызы Лэмпардқа да қызығып жатыр. Лэмпардтың білеміз тәжірибесі аз деп, оны алмайтын шығар деп ойлаймын. Ал Вест Хэм клубында тағы да басқа варианттар бар. Штутгарттың бас бапкері Себастьян Хайнер және Дания ұлттық құрамасының бұрынғы бапкері Каспер Йормар және тағы да бір Бенфиканың бұрынғы бапкерін білеміз, өте мықты деп айтыламын, Роджер Шмидт. Осы Роджер Шмидт келмейді деп ойлаймын. Ал Хайнерсті Бавария өздеріне алғысы келеді. Компанияның ойындары сүреңсіз және Барселонадан жеңілгеннен кейін осы компанияда қол жібергісі келеді. Бавария ұжымы. Осы Хайнерс білеміз, Баварияға келседе мықты болады деген ойдамын. Перспективасы да өте мықты және болашақта мықты бапкер болады деген ақпараттарда таралып жатыр. Ал достар, енді біздің жаңалығымыз осы. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бір сөз айтамыз сіздерге: футбол бірінші орында.